Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі біздің болатын сабағымыз математика сабағы 4-ші сынып 101-ші сабақ. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бүгінгі сабақта таңдап алу тәсілімен комбинаторлық есептерді шығарып үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Орында жас суретшіде бояуды 4 түсі бар. Табиғат көрінісін бояу үшін 2 түс таңдап алу қажет. Оны қанша тәсілмен таңдауға болады? Түстерді әріптермен белгілеп нұсқаларды жаз. Ең алдымен түстердің реңін анықтап аламыз. Көк, қызыл, жасыл, сары. Енді шешуі көк, қызыл, көк, жасыл, көк, сары, қызыл, жасыл, қызыл, сары, қызыл, жасыл, сары екен. Демек 6 нұсқада шығаруға болады екен. Екінші тапсырманы қараймыз. А нұсқасын: егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, онда 6, 7, 8, 9 цифрларынан неше 2 таңбалы сан құрастыруға болады? 12 2 таңбалы сан құрастыруға болады. Олар 67, 68, 69, 76, 78, 79, 86, 87, 89, 96, 97, 98. Ә нұсқасында дәл солай шығаратын боласыңдар. Енді бізде үшінші есебіміз: Арман суреттері бар фишканы 3 рет лақтырды. Міне, 1, 2, 3 рет лақтырды. Арманда күн мен кемпір қосақ суреттерінің түсіретін неше нұсқасы болуы мүмкін екен? 8 нұсқасы болады. Енді төртінші есебіміз: саяхатшы 5 баланың әрқайсына табиғатта суретке түсіру үшін сыйға бір фотоаппараттан берді. Саяхатқа шығар алдында әр бала достарын бір реттен суретке түсірді. Оларда барлығы неше фотосурет болды? Бұл жерде жалпы 5 оқушы бар. 5 баланың біреуі түсіріп тұрғанда 4-еуден түсіреді екен. Демек 4-ті көбейтеміз. 5-ке не болмаса 4-ті 5 рет бір-біріне қосып шығамыз. Сонда барлығы 20 фотосурет болады екен. Бесінші есеп: бұл жерде графикке қарап, оның сипаттамасын құрастыр. Сұрақтарға жауап бер. Қозғалыс графигі бойынша тағы сұрақтар құрастыр дейді. Графиктен жаяу жүретін туристің А пунктінен таңертең сағат 9-да 4 км сағат жылдамдықпен жолға шыққанын анықтауға болады. 1 сағаттан соң 12 км сағат жылдамдықпен оның соңынан велосипедші турист шықты. Велосипедші қай уақытта аялдады? Велосипедші қанша уақыт аялдады? Аялдағаннан кейінгі велосипедшінің жылдамдығы қалай өзгерді дейді. Енді бұл жерде велосипедшіні табу үшін бірінші ол 11 мен 12-нің арасында аялдады. Демек 12-ден аламыз 11-ді 1 сағат аялдаған болады. Енді арақашықтықты бөлеміз уақытқа. Сол кезде 10-ды бөлеміз 1-ге, 10 км сағатына өзгерген болады демалғаннан кейінгі жылдамдығы. Енді өзіміз құрастыратын сұрақтар: жаяу жүргіншінің аялдағаннан кейінгі жылдамдығы қандай болды дейді. Арақашықтық уақыт 1 сағат, демек арақашықтықты бөлеміз уақытқа, сонда 4-ті бөлеміз 1-ге, 4 км сағат жылдамдық. Аялдағаннан кейінгі жылдамдығы. Жаяу жүргіншінің қанша сағат аялдағаны, бұл 12-ден 11-ді аламыз, 1 сағат болады. Енді 6-шы есепке қараймыз. 6-шы есепте осы есептер бойынша құрылған өрнектер нені білдіретінін түсіндір. Бұлар кері есептер бола ала ма? Тағы да кері есептер құрастыр дейді. Бұл жерде Ә нұсқасын қарастырайық. Ең бірінші шартын дұрыстап құрастырамыз. Уақыт 2 сағат. В1, В2 бар бізде. В2 10 км, С1 40 км, арақашықтық 90 км, В1 бізде белгісіз. Демек 90-нан азайтамыз. 40-та 50 шығады. Жақшаның ішіне қоямыз оны. Жақшаның ішін бірінші орындап шыққан санды бөлеміз 2-ге. Сонда 9-дан 40 алсақ 50, 50-ді бөлеміз 2-ге, 25 км сағатына. Енді осыдан аламыз 10-да, сонда 15 км сағатына. В1-дің жауабы 15 км сағатына болады екен. Бірінші велосипедшінің жылдамдығы 15 км сағатына. А нұсқасын дәл солай шығарамыз.
Енді 7-ші есепке келейік. 7-ші есепте және тексер дейді. Оны кері амалмен шығарамыз. Бірінші 100 мыңнан аламыз 895-ті. Сонда 99.105 шығады. Сосын сол 99.105-ке қосамыз 895-ті, 100 мың шығады. Осылайша 7-ші есептің барлық есептерін кері амалмен шығарып тексеріп көреміз. Бірінші, екінші есеп, үшінші, төртінші есеп, бесінші, алтыншы есеп дәптерге жазамыз. Ендігі біздің шығаратын есебіміз бұл 8-ші тапсырма. Кітапханада ерекше жануарлар туралы кітаптарды 4 бала таңдады. Олар 5, 8, 13 және 15 жаста. Балалардың аты Айна, Бауыржан, Шолпан және Күләш. Олардың біреуі балабақшаға барады. Айна Бауыржаннан үлкен, ал Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінеді. Сонда әр баланың жасы нешеде дейді. Демек, олардың біреуі балабақшаға барады дейді, я? Балабақшаға баратын, демек ол мектеп жасынан кіші болады. Айна Бауыржаннан үлкен дейді. Айна Бауыржаннан үлкен болса, демек ол 13 жаста. Енді Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінеді дейді. Айна мен Шолпанның қосындысы, демек ол Күләш болады. Күләш 15-ке. Сонда балабақшаға баратын Шолпан, Бауыржан 8 жаста болады екен. Міне жауабы: Айна 13 жаста, Бауыржан 8 жаста, Шолпан 5 жаста, Күләш 15 жаста екен. Ал енді оқушылар, сендерге тапсырма, үй жұмысы: ойлан және жауап бер. Әлия сөреге көк, сары, қызыл түсті 3 шарды қою қажет. Ол мұны неше тәсілмен орындай алады? Осы тапсырманы орындаймыз, дәптерімізге жазамыз. Каналға тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаймыз.